Сәлем достар, сіздер менің өтім толып қалды. Оң жақ қабырғам астым қатты ауырып тұр. Немесе аузым кекірген кезде аузымнан бір ащы дәм келіп тұр, жағымсыз бір дәм келіп тұр, аузымнан бір ащы иіс шығады деген сияқты адамдардың айтқанын естіген боларсыз, иә? Яғни бұл дегеніміз өттің толуы. Өттің толуы біз дәрісіз емдеп көрейік. Ол үшін бізге мына 4 тағамды пайдалану қажет. Яғни рационға міндетті түрде қосуымыз қажет. Осы 4 тағам бізде қоюланған өтті сұйылтады. Ол қандай тағамдар? Дәлелді медицина бойынша, ғалымдардың зерттеуі бойынша осы 4 тағамды пайдаланған адамдардың өтінің сұйылғанын анықтаған. Ал кеттік. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге жалпы тәжірибелік дәрігер Нұрманова Асия. Барлық дәлелді медицина менің каналымда. Өт толуы. Өт толуы дегеніміз, яғни өттің ішіндегі секрецияның қоюлануы. Ал бұл өттің қоюлануына не кедергі жасады десек, оның себептері өте көп. Оның ішіндегі бірден бір себебі адамның стресске түсуі және де дұрыс тамақтанбауы. Яғни дұрыс тамақтанбау дегені майлы тағамдарды пайдалануы, сонымен қатар жаңа айтамыз углеводты бар көп тағамдарды пайдалану. Яғни айтқанда біз мучной тағамдар жақсы көреміз, иә? Осы мучной тағамдарды, кондитерлік изделияларды көп пайдалану нәтижесінде пайда болады. Ал енді осы біздің өтіміз толды делік. Ал біз оны қалай емдейміз? Бірінші кезекте бірінші тағам дейміз бе, сусын дейміз бе, бұл көп мөлшерде сұйықтық ішу. Көп мөлшерде сұйықтық ішу дегенді қалай түсінесіз? Яғни адамның, біздің өзіміздің ағзамыздың барлығы судың бөлшектерінен тұрады. Ал бізде су жетіспегендіктен біздің ағзамызда застой болады, қанымызда, өтімізде де застой болады. Сол үшін біз суды көп ішуіміз қажет. Су өмірдің көзі деп айтады, иә? Су ең важный сусын. Суды көп мөлшерде ішу қажет. Яғни сіз үйдегі қайнатылып газге барып, шайнекке суды қойып, қайнатып барып ішпеуіңіз қажет. Бұл кезде сізде 100 градусқа қайнаған суда қандай витамин қалады дейсіз? Сіз крандағы суды, фильтр бар ғой, арнайы қазір чайник сияқтылар шыққан ғой, кувшиндер. Сол фильтрмен өткізіп, немесе үйге фильтр қондырып, немесе магазиндегі сататын, Боржоми, Ессентуки деген сулар бар ғой, вот сол суларды ішуіңізге болады. Мен айтпаймын андай суларды деп, баклажкадегі суларды рекомендовать етпеймін, потому что олардың өзі қанша градус ыстықта тұрады, иә, далаға шығарып қояды заводтарда. Одан кейін сыртына олардың полиэтилен кигізеді оландай. Бар ғой, бүкіл, мысалы, 6 штук, 12 штуктан жинап сыртта полиэтиленмен қаптап тұрады, солардың өзін күйдіріп сыртына дейтін жасайды. Ол қанша химиялық заттар суға әсер етеді, қанша полезный суды анаяқтан шығарып жатсын, әсер етпейді емес, әсер етеді. Ол қалай бізге тасымалданады, қанша градусқа дейін сақталып келеді, оның бәрі біздің организмге кері зиян беруі мүмкін. Мен өз басым ондай суларға дұрыс сене бермеймін. Сондықтан лучше кәдімгі стеклодағы, қандай болса да стеклодағы суды ішкен дұрыс. Магазиннің суын ішетін болсаңыз. Суды қалай ішеміз? Суды көп мөлшерде іш деп алып бір шелек су ішпейміз. Көп мөлшерде іш деп 5-литровый баклажкадегі суды ішпейміз. Яғни бұл кезде біз суды есептейміз. Қалай есептейміз? Біріншіден сіз өзіңіздің салмағыңызды білуіңіз қажет. Мысалға, сіздің весіңіз 50 килограмм деп алсақ, 75-90 әрбір адамда әртүрлі ғой. 50 килограмм деп алсақ, біз оны 30-ға көбейтеміз. Не үшін 30-ға? Өйткені 30 миллилитр бізде 1 килограмм. Адам 1 килограмм болса, онда 30 миллилитр су ішуге болады. Бірақ сіз 50 килограммсыз ғой. 50 килограммға сіз 30 миллилитр ішпейсіз ғой. 50-ді біз 30-ға көбейтеміз, сонда шығатын сан бізде 1500 миллилитр. Яғни біз 1 килограммға 30 миллилитр ішеміз. Сіз 50 килограммсыз, значит 1500 миллилитр ішеміз. 1,5 литр су, иә, былай айтқанда. Сондай мөлшерде суды ішуіміз қажет. Су қандай температурада болу қажет? Яғни су бізде дейтін сап-салқын суды келіп ішпеуіміз қажет. Особенно таңертең біздің организміміз сізбен бірге ұйқыдан оянады.
қан енді тарап жатқанда сіз салқын суды ішкен кезде, конечно, сіздің организмде шоковое состояние болады. Асқазан ішек жолдарыңызда проблема болады. Кәдімгі комнатный температурадағы немесе жылы суды ішеміз, яғни суды жылытып барып ішеміз. Суды отырып асықпай ішуіміз қажет. Через не хочу тоже ішуге болмайды. Жақсы, ал біз суды іштік. Келесі тағам түрі қандай? Бұл бізде омега-3. Я, бұл май. Омега-3 деген май. Айтып жатыр, өт толған кезде май жеуге болмайды. Бұл майдың кесірінен пайда болды деп. Бірақ майдың барлығы зиян бола бермейді ғой. Май тек қана бұл малдың майы, өсімдіктің майынан басқа май жоқ деген сөз емес қой. Майдың неше түрлі көп. Соның ішінде бізге омега-3, яғни балық майын ішуге болады. Балық майы бұл зерттеулер бойынша біздегі өттің қоюлығын азайтады, яғни сұйылтатын қасиеті бар екенін зерттелген. Келесі тағам түрі бұл бізде көкөністер, яғни жеміс-жидек көкөністерді айтамыз. Овощи, фрукты дейміз, орысша айтқанда. Бұның ішінде особенно жасыл көк дейміз, сол жеміс-жидектер, көкөністер өте пайдалы болып келеді. Оның ішінен айтамыз, қиярды айтамыз, жасыл тағам, көк алма, жасыл алма, және де укроп, петрушка тамаққа қосып жейміз, бұлар өте күшті, составы вообще күшті өсімдіктер. Петрушка, укроп, көк жуа дейміз, немесе пекинский капуста бар, салаттарға қосып жеуге болады. Листья салата бар, олар көбісі адамдар қоятта дастарханға, потом лақтырып тастайды. Ол дұрыс емес, ол самый полезный зат. Сіз аны жеген нанды лақтырмайсыз ғой. Хотя сізге ол өттің толуына әсер етеді. Сіз келесіде листья салатын лақтырып тастайсыз, самый полезный витаминный тағамды келіп. Өтіңізді сұйылтатын тем более. Және де қазір көп бізде, Қазақстанда да көптеген нелер, өсімдіктер, неше түрлі фруктылар келіп жатыр. Оның ішінен брокколиді жеуге болады, тоже бізде өтіміздің сұйылуына жақсы әсер ететін көкөністер ұсынылады. Ал енді бұл көкөністі мен жеп жатырмын, өтім сұйылмай жатыр деген адамдар болады. Яғни олдан сұрайсыз, сіз қалай жеп жатсыз оның бәрін? Ол алады да парға пісіреді, немесе қуырып барып жейді. Ол дұрыс емес. Қуырылған тамақ біз жеуімізге болмайды. Ладно, парға пісірсеңіздер де лучше шикілей жеген. Яғни сол көкөністі ешқандай парға салмай, күйдірмей, пісірмей, тек қана өзін тікелей жеген дұрыс. Яғни бұл өттің сұйылуына әсер етеді. Ал келесі тағам түрі бұл біздің күзде жасайтын тағамымыз, яғни квашеный капуста. Квашеный біз тек қана капуста емес, көптеген жаңағы овощтардан да, фруктылардан да жасап жатады, яғни бұл квашеный деп отырамыз, яғни ферменттелген тағамдарды тұтыну. Оның ішінде біздің жақсы білетіміз квашеный болғасын, квашеный капуста, квашеный морковь, квашеный лук деген сияқты болғасын, мен соны айтып отырмын, Осылар жақсы жаңағы біздің өттіміздің толғанын сұйылтады. Сонымен қатар ферменттелген тағамдарға біз нені жатқызамыз? Соевый соус. Соевый соусты біз только по праздникам, суши жегенде ғана, сондай кезде ғана пайдаланамыз. Ал енді сушидің өзін қарасақ, ол қай елдің тағамы? Яғни ол бізде Японияның тағамы болса, Япония, Корея, Қытайлар бізде соевый соусты жақсы пайдаланады, күрішті жақсы пайдаланады. Яғни олар өздерінің желчтарын уже сұйылтып жатыр. Ал біз нені жақсы көреміз? Біз майлы етті жақсы көреміз, фастфуд жақсы көреміз, жейтініміз фастфуд, газированный соктар. Осының нәтижесінде бізде желч әдемілеп тұрып толады. Ал енді кейбір адамдар айтады, неге бұрынғының адамдарында осы желч толып қалған деген әңгіме естіген жоқпыз. Тағы басқа етті олар келіп көп жейді, майлысын келіп жейді, семіз қойларды келіп сойып жейді, сонда малдың майы пайдалы болып тұр ғой деген сияқты әңгімелер айтады. Енді қараңыз, жоқ, малдың майы пайдалы. Мөлшермен жесең бүкіл зат пайдалы. Олар не ішеді? Олар ағарған ішеді, яғни қолдың айранын ішеді. Қолдың айраны бұл тоже ферменттелген тағам. Яғни ферменттелген тағам дегеніміз бұл біздің өтімізді қоюлығын сұйылтады. Значит, бізде үйдің айраны, домашний айран да бұл біздің өтіміздің сұйылуына әсер етеді. Сондықтан қателеспейміз, грамотный болуға тырысайық, жақсы ма? Әрбір нәрсенің өзінің плюс-минусы бар.
Сондықтан олар майдың, жаңағы қойдың майын, басқа майды бешбармақ қылып жегеннің өзінде де олар айран ішіп отыр. Ладно, шөп жаңа жасыл тағамдарды жемеген шығар. Бұрынғы заманда болған жоқ қой, өйтіп өсірген жоқ қой. Өсірмесе де олар айран ішті, ағарған ішті. Осы арқылы олар өтін сұйылтып отыр. Плюс минусы бар да әрбір заттың. Келесі тағам ферменттелген бұл квас. Квастың да таза түрі. Квас та бұл ферменттелген тағамға жатады, яғни өттің жаңағы қоюлығын сұйылтады. Бірақ бұл айтылған тағамдарды да шектен тыс пайдаланбау қажет. Оның ішінде особенно квасты, өйткені оның ішінде газ болып келеді, иә. Сондықтан шектен тыс пайдаланбаған дұрыс. Енді біз осы жаңағы бұл пайдалы тағамдар, яғни өттің сұйылуына әсер ететін тағамдар осы. Ал біз өтті қоюлатпау үшін қай тағамдардан отказ беруіміз қажет? Ол біріншіден біз жирный тағамдар, яғни майлы тағамдардан отказ беруіміз қажет. Және де жаңағы майлы балық, майлы қойдың, сиырдың, жалпы ет жеу, сонымен қатар күніне 10 грамм тұз ғана пайдалануымыз қажет. Яғни тұз да бұл біздің өттің қоюлануына әсер етеді. Осындай тағамдардан отказ беруіміз керек, копченый, жареный тағамдардан отказ беруіміз қажет. Өз денсаулығымыз өзімізге керек. Сонымен қатар манадан айтып отырық, газированный тағамдар ішуімізге болмайды. Газированный олар вообще зиян біздің асқазан ішек жолдарымызға. Сонымен қатар бобовый тоже біздің өттің қоюлануына әсер етеді. Сондықтан бобовый тоже да шектен тыс пайдаланбауымыз қажет. Егер сіздің өтіңіз толған болса, ол тағамдарды вообще исключать етуіміз қажет. Және де айта кететін жағдай, өт жаңа толуын әсер ететін бұл алкогольді ішімдіктер, яғни сусындар. Алкогольді сусындар, бұлар тоже осылардан отказ беруіміз қажет. Яғни олардың зияны болмаса, пайдасы өте көп емес. Олардың пайдасынан гөрі зияны өте көп. Яғни біздің өт жолымыздың қоюлануына осы да әсер етеді. Біз бұл кезде тағамды пайдаланғанда, осы 4 тағамды мен ютубтан көріп алдым деп, сол 4 тағамды келіп жей беруді дұрыс емес. Яғни біз өтіміз толған кезде тағамды дробный питание жасаймыз. Яғни дробный питание дегеніміз бөлшектеп тамақ ішу, қазақша айтқанда, иә. Бөлшектеп тамақ ішу дегеніміз біз тағамды 4-5 мезгілге, 6 мезгілге дейін бөлеміз. Яғни бізде дейтін тамақтануымыз қалай жалпы? Біз таңертең тамаққа тоймаймыз, ішпейміз та кейде. Обедкі тамаққа былай ішеміз, ішсек, кешкі тамаққа жұмыстан келеміз де, сабақтан келеміз де, тойып ішіп аламыз да, сөйтіп жатамыз, соткымызды қарап, соткымызды бағып жатамыз, иә? Шындыққа келген кезде. Одан кейін аламыз да ұйықтаймыз. Енді қараңыз. Айтпаймын, даже пословица сияқты бар ғой. Айтады, таңертеңгі тамақты өзің, обедкі тамақты досыңмен бөліс, кешкі тамақты жауыңа бер деп. Сол сияқты ішуіміз қажет. Яғни біз таңертең тамақты полноценный ішуіміз қажет, обедкі тамақты тоймай ішуіміз қажет, кешкі тамақты мүлдем жемесек те жеңіл-желпі тамақ жеуімізге болады. Яғни біз егер өтіміз толған болса, дробный питание жасаймыз. Яғни біз дробный деген 5-6 раз питание жасаймыз. Бұл кезде сіз каждый тағамда тойып тамақ жемейсіз. Яғни аз мөлшерден 5-6 мезгіл ішесіз. Бұл кезде жаңағы айтылған тағамдарды ішпейсіз де, мана айтқан 4 тағамды рационға қоссаңыз болады. Яғни суды күнделікті ішесіз, яғни бұл тағам түріне жатпайды. Қалған 3 тағамды міндетті түрде рационға қоссаңыз, сіздің өтіңіздің сұйылуына әсер етеді. Және де стресстік ситуациядан қашуымыз қажет. Бұл кезде бізге кім көмектеседі? Әрине, сіздің үй ішіңіз көмектеседі. Стресстік жағдайға түсудің бірден-бір себебі, шындыққа келсек, осы үй ішіндегі адамдар. Сол адамдар арқылы біз стресске түсеміз, депрессия аламыз. Бұл адамдар сіздің жағдайыңызды түсініп, сіздің емес, жалпы гармонияда өмір сүрсеңіз, және де стресске көп түсетін жағдай болады. Кейбір адамдар эмоциональды болады. Ондай жағдайда сіз міндетті түрде психолог маманына барып жүгінуіңіз қажет. Сіз психолог маманына жүгінді деп бізде, ой, псих болып кетті деп айтады, иә, біздің елде айтады. Басқа елдерде психолог маманы тапшы. Сондықтан психологке барудың еш ұяты жоқ. Керісінше сіз өзіңізді духовно байытып жатсыз. Чем ана адамға, сізге күлген адамға қарағанда, сіз өзіңізді духовно байытып жатсыз. Сондықтан стресстік жағдайға көп түссеңіз, міндетті түрде психологке баруыңыз қажет. Өзіңіздің өтіңізді тазалайсыз, жүрегіңіздің ауырғанын басасыз. Сондықтан стресстік жағдайдан алшақтаймыз.
Ал енді біз дейтін жаңа өтіміз толып қалды, біз сонда қандай тамақ жейміз? Бізге жареный болмайды, копченый болмайды, майлы тағам болмайды деп жатырық, иә? Біз яғни осы тағамды, мысалы, етті аламыз, майсыз жерін, оны буға пісіреміз, фарш түрінде буға пісіреміз, яғни суға қайнатуға болады. Балықты тоже на пару пісіреміз, немесе запеченный түрлерін қолданған дұрыс. Яғни бұл кезде бүкіл витамині өзінде қалады, пайдалы заттар өзінде қалады. Сіз майға шыжғырғанда, қуырғанда ол жартылай пісіреді ғой. Майға пісірілген заттар қуырылған, қақталған деп айтады ғой, копченый деген. Олар жартылай өңделген тағам болып саналады. Яғни олар дұрыс піспеген тағам негізіне келгенде. Еттің өзін біз неге 3 сағат, 4 сағатта пісіреміз? Яғни ол до конца пісуі үшін, дұрысынан пісуі үшін. Сондықтан біз на пару и запеченный тағамдар пайдалануымыз қажет. Сонымен қатар дробный питание кезінде де біз тағамды тойып ішпеуіміз қажет. Яғни бөлшектеп аз мөлшерден ғана ішеміз. Тойып баратсақ тоқтатуымыз қажет. Яғни тойғанның әсерінен де бізде өттегі желчный пузырьдағы өт бөлініп болмайды. Яғни желчь бізде дұрыс бөлінбейді. Сондықтан тойып тамақ ішуде бұл зиян болып келеді. Өзіміздің денсаулығымызды өзіміз күтпесек, біз ешкімге керек емеспіз. Өзіміздің асқазанымызды мусор қылмайық, бір сөзбен айтқанда. Менің каналым сіздерге қызық болса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге менің әрбір тақырыбым дәлелді медицина негізінде жүргізіледі. Сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.